Сот отырысынан қысқаша ақпарат тараттық. Өздеріңіз көргендей, халықаралық құқықтық бастама ұйымының жетекшісі Айна Тұрманбаева осы сотқа, яғни жалпы Қарасай аудандық сотына сенімсіздік білдіру туралы талап тілек түсірді. Бірақ оны осы Қарасай аудандық сотының судьясы қарап қайтарып тастады. Осы туралы Айна Тұрманбаеваның пікірін берсек. Айна апай, жаңағы сіз берген талап тілекті қанағаттандырмай тастағанына байланысты, және оны қараған сіздің талап тілегіңізді осы Қарасай аудандық сотының судьясы қарады. Соған қатысты айтыңызшы, қалай болды, жалпы қанағаттанасыз ба, немесе осы жерде бір заңсыздық бар ма, маман ретінде? Біз әрине келіспейміз ондай шешіммен. Өйткені біздің ойымызша мүдделер қайшылығы бар, әлі де қалуда, соны шешу керек еді. Сотты бастамас бұрын және бейтараптылық ұстанымы бұзылды біздің ойымызша. Сондықтан келіспесек те, бірақ басы тартқаннан кейін біз оған заң бойынша шағым келтіре алмаймыз. Кейін үкім шыққаннан кейін онымен келіспесек, біз оның шағымды, апелляциялық шағымды жазамыз. Біздің өз уәждерімізді. Ал негізі заң бойынша 87-ші бап бойынша қылмыстық іс жүргізу кодексінің бүкіл судьяларға, осы бір соттың бүкіл судьяларына бас тарту үшін берсек, оны жалпы бүкіл судьялар өздері жиналып шешу керек, дауыс беріп. Ол қалай өтті біз білмейміз, бірақ бізге бас тарту туралы шешімін айтты. Одан бөлек менің көзіме түскені, жалпы мен байқағаным, айыпталушылардың адвокаттары өте сондай бірігіп, барлығы жапа-тармағай осы сізді істен шығарып тастауды талап етіп жатыр. Алдын ала тыңдауды да солай болған, бүгінгі негізгі тергеу ісіне де кіріскен кезде де солай болды. Бірінің артынан бірі сөйлеп, қатты сол сізді осы істен шығарып тастауды қайта-қайта сұрап жатыр. Бұның себебін айтыңызшы. Иә, рас, көздегені мен болды. Өйткені біздің қорғауымызда 23 адам, яғни 44 жәбірленушінің тең жартысы біздің қорғауымызда. Әрине, олардың қолмен жазған сенім хаттарын ол заңға сәйкес келеді, ешқандай бұзушылық жоқ. Ал олар біздің қорғауымыздағы адамдардың берген сенім хаттарына күмән келтіріп, яғни оларды құжат ретінде қарамауға және оларды жәбірленуші тізімінен шығарып, яғни мені, егер сенім хат заңсыз болса, онда мені де істен шығару туралы сол нысанаға алды. Енді сот одан бас тартты, оған рахмет әрине. Бірақ 23 адам бақандай. Олардың да қорғалуға конституциялық құқығы бар. Адвокаттар оны жақсы біледі, заңгер болғандықтан. Сондықтан бір жәбірленушілер ең алдымен Қазақстанда зардап шеккенде біз қазақстандықтар оларды қорғамыз керек. Сондықтан біз адам құқықтарын қорғайтын ұйым ретінде міндетті түрде адам құқықтарын қорғап, олардың қорғауын сотта да, тергеуде де жүзеге асыруымыз керек. Міне көрдіңіздер, соттың қалай өткендігінен көрсеттім қысқаша, және халықаралық құқықтық бастама ұйымының жетекшісі Айна Тұрманбаеваның да маман ретінде пікірін көрсеттім. Сот ертең жалғасады, пікір жазыңыздар. Осы сот кімдікі YouTube арнасына жазылып, елімізде соттың қалай өтіп жатқандығын, және мына қаңтар оқиғасына байланысты бұл соңғы сот. Енді тағы да бір сот өтіп жатыр, ол жабық түрде Дике Арман бастаған адамдарға қатысты. Ал мынау полиция қызметкерлерінің бейбіт азаматтарды азаптағанына қатысты сот отырысы. Назарларыңыз осы сот кімдікі YouTube арнасында болсын. Пікір жазыңыздар, таратыңыздар.